Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер және оқушылар. Біз химиядан лайфхактар бейнебаяндар топтамасын түсіруді одан әрі жалғастырамыз. Біз бүгін үшінші лайфхак сабақты қарастырамыз. Бұл әрине өздеріңіздің сұрауларыңызбен электролиз тақырыбына арналатын болады. Әдеттегідей сіздердің ұзақ уақыттарыңызды алмауға тырысам. Сонымен электролиз тақырыбы бойынша ұбт-да қандай сұрақтар келуі мүмкін? Әрине көбіне есептер келеді, және мысалы ретінде калий сульфатының балқымасының электролиз кезінде катодта түзілетін өнім. Енді бұған байланысты тақырыпқа байланысты тесттерді оқушылар қиын көріп жатады, бірақ осы бейнебаянды соңына дейін көрсеңіздер, бұдан оңай тақырыптың жоқ екеніне көз жеткізесіздер. Сонымен жалпы электролиз тақырыбына қатысты нені білу қажет? Бірінші, әрине, электролиз ол екіге бөлінеді: балқымалардың электролизі және етіндердің электролизі. Балқымалардың электролизі дегеніміз не? Балқыма дегенде сол қосылысты ғана жазамыз. Мысалы, натрий хлоридінің балқымасы десе, немесе алюминий оксидінің балқымасы десе, немесе калий сульфатының балқымасы десе, тек сол қосылыстарды ғана жазамыз. Ал егер бізге ерітіндісі десе, мысалы натрий хлоридінің ерітіндісіні десе, электролизін жаз десе, бұған қосымша тағы да суды да қосып жазамыз. Мысалы ретінде калий сульфатының ерітіндісі десе, қосымша суды да қосып жазамыз. Яғни балқыма мен ерітіндінің ерекшелігі осында. Яғни балқыма тек сол қосылысты ғана жазамыз, ал ерітіндіде қосымша суды жазамыз. Бұл бірінші ескеретін нәрсе. Екінші ескеретін нәрсе бұл электродтар, яғни катод дегеніміз не, анод дегеніміз не. Яғни егер есептің шартында катодта түзілетін өнім десе, катодта катиондар түзіледі, ал анодта аниондар түзіледі. Қазір бұларды ажыратуды сіздерге толығымен лайфхакпен үйрететін боламын. Сонымен бірінші балқымалардың электролизінен бастасақ. Былай дейді: натрий хлоридінің, барий фторидінің және алюминий оксидінің балқымаларының электролизін жазуымыз керек. Енді ерікшілік кестеге қарасаңыздар, натрийдің заряды плюс, ал хлордың заряды бізде әрине минус. Сәйкесінше плюсіміз, яғни бұл катодта түзіледі. Сонда катодта натрий, анодта хлордың өзі түзіледі деген сөз. Өйткені анодымыз, яғни хлорымыз ол анион, сондықтан анодта түзіледі, натрийіміз катион, сондықтан катодта түзіледі. Теңестіре саламыз. Екінші, дәл солай барий фториді. Барийіміз плюс 2 заряды, назар аударсаңыздар, ал фтордың заряды минус 1. Сәйкесінше катодта бізде не түзіледі деген сөз? Барий түзіледі деген сөз, ал анодта бізде фтор түзіледі деген сөз. Әрі қарай реакциямыз тек. Дәл солай алюминийдің заряды плюс 3, оттектің заряды минус 2. Сәйкесінше катодта бізде не түзіледі? Алюминий түзіледі, катион, ал анодта оттегі түзіледі. Енді теңестіруіміз қажет. Мұнда 4, мұнда 3 қоямыз. Осылайша егерде екі элементтен тұратын қосылыстардың балқымалардың электролизін жаз десе, жай ғана сол екі элемент екеуіне таратамыз. Катионымыз катодта, анионымыз анодта түзіледі. Сіздерге түсінікті деген ойдамын. Енді екінші біз қосылыстардың, үш элементтен тұратын қосылыстарды қарастырайық. Бұл жағдайда не істейміз? Дәл солай зарядтарын тауып аламыз. Натрийдің заряды плюс 1, ал СО4-тің заряды, назар аударсаңыздар, минус 2. Енді зарядтарды табуды білесіздер деген ойдамын. Бұдан кейін тоқталып жатпай қояйын. Енді қараңыздар. Сәйкесінше катодта сол натрийдің өзі түзіледі. Ал анодта әрқашан оттегі түзіледі. Осы естеріңізде болсын. Ал үшінші өніміміз күкірт қайда қалады? Күкіртті периодтық кестеден тауып аламыз орнын, астына түсеміз. Астына түссеңіздер RO3 деп тұр. Сонда SO3 түзіледі. Теңестіреміз. Мұнда 2 қоямыз, мұнда 4 қоямыз, мұнда 2 қоямыз. Реакциямыз тең. Тағы да бекітейік. Калийіміз зарядымыз плюс, ПО4-тікі заряды минус. Сәйкесінше катодта калийдің өзі түзіледі, анодта оттегі түзіледі, ал фосфорды тауып аламыз. Астына қарай түссеңіздер P2O5 деп тұр. Сондықтан R2O5, сондықтан орнына P2O5 деп жаза саламыз. Мұнда 2 қоямыз, мұнда 4 қоямыз, мұнда 12 қоямыз, мұнда жаңылмаса 3 қоямыз керек. Әрі қарай тағы да калиймен тексеріп көрейік. Катодта калий түзіледі, анодта тағы да оттегі түзіледі. Көміртекті тауып аламыз периодтық кестеден. Астына қарай түсеміз, RO2 деп тұр, сондықтан CO2 түзіледі. Теңестірейік, тағы да мұнда 2 қоямыз, жаңылмаса мұнда 4 қоямыз, мұнда 2, реакциямыз тең. Дәл солай, натрий заряды плюс, катодта натрий түзіледі, анодта оттегі түзіледі. Оқушылар, ойлап қалмаңыздар, анодта әрқашан соңғы тұрған элемент түзіледі. Әрқашан анодта балқымалардың электролизі кезінде оттегі түзіледі. Егер де 3 элементтен тұрса. Және бізде әрине сутекті тауып аламыз периодтық кестеден. Астына қарай түссеңдер R2O деп тұр, сонда H2O түзіледі. Теңестіреміз, мұнда 4 қоямыз, мұнда 4, мұнда 2 қоямыз. Сіздерге осымен лайфхакпен балқымалардың электролизі түсінікті деген ойдамын.
Ал енді ерітінділердің электролизіне тоқталсақ. Ерітінділердің электролизі кезінде жалпы бізде қосымша су бар. Егер де біз жаңағыдай зарядтарын тауып шығатын болсақ, натрий плюс, сутек плюс, хлор минус, оттек минус. Сәйкесінше бізде бұл жағдайда таңдау туындайды. Өйткені бізде катодқа тартылатын плюстер де екеу, минустар да екеу. Енді біз таңдау жасауымыз қажет. Сондықтан да сіздер білулеріңіз керек ережелер бар. Ол мүлде қиын емес. Бірінші естеріңізде сақтау керек. Электролизге әрқашан әлсіз ион ұшырайды. Бұл бірінші ереже. Екінші ереже катодтағы және анодтағы ережелерді білулеріңіз керек. Егер бізде металл күшті болса, катодта әрқашан сутек түзіледі. Ал егер металлдың активтілігі орташа болса, мысалы, яғни марганец пен қорғасын аралығында болса, мысалы мырыш жағдайында, катодта сол металл мен сутек қатар түзіледі. Яғни бізде катодта мында сутек, ал енді мында әлсіз болса, сутектен әлсіз болса, сол металлдың өзі түзіледі. Бұл түсінікті деген ойдамын. Ал енді анодта не болады? Анодта қараймыз. Мында хлор мен оттекті салыстыратын болсақ, егер екеуі де бір элементтен тұратын болса, екеуін ол кезде салыстырамыз. Қайсысы әлсіз, сол анодта түзіледі. Хлор мен оттекті салыстырсаңыздар, әрине хлор әлсіз. Сондықтан да анодта хлор түзіледі. Ал егер фтор мен оттек болса, әрине анодта оттек түзіледі. Өйткені фтор оттектен күшті. Қалған екеуін біріктіре саламыз. Сонда натрийді аламыз, міне натрий. Бізде натрийға тиіскен жоқпыз, и OH пен біріктіре саламыз. Сонда натрий OH түзіледі. Теңестіреміз. Әрі қарай енді біз мырыш сульфатына келейік. SO4 егер де екі элементтен немесе үш элементтен тұрса, қышқыл қалдығы, ол кезде анодта әрқашан оттек түзіледі. Мында да анодта сонда не түзіледі деген сөз? Оттек түзіледі деген сөз. Қалған бізде не қалып қойды? SO4 қалып қойды. SO4-ті бірінші тұрған катионмен біріктіре саламыз. Сонда мында H2SO4 шығады. Мында да дәл солай H2SO4 шығады. Сіздерге ерітінділердің де электролизі түсінікті деген ойдамын. Тағы да оқушылар қайталап өтейін. Сонымен, бізде егер металда, катодта не түзілетінін анықтау үшін металдардың активтілігіне қараймыз. Активтілігі жоғары болса, катодта сол сутек түзіледі. Ал егер де активтілігі орташа болса, металл мен сутек түзіледі. Ал егер активтілігі төмен болса, сол металдың өзі түзіледі. Ал егер де аниондарға келетін болсақ, ерікшілік кестеге қараңыздар. Егер де ерікшілік кесте бізде аниондар хлорид, бромид, иодид және сульфид болса, осылардың өздері түзіледі анодта. Қалған жағдайлардың барлығында оттек түзіледі. Осыны есте сақталсаңыздар болған. Сонымен сізді бекіту үшін нақты осы тақырып бойынша тесттерге кірсек. Сонымен калий сульфатының балқымасы дейді. Сонымен калий сульфаты, калий сульфаты. Калийіміз ол оң зарядталған, SO4 теріс зарядталған. Әрине катодта оң зарядталған не түзіледі? Калий түзіледі. Сондықтан дұрыс жауабымыз әрине А нұсқасы болады. Екінші, көбіне енді есептер келеді деп айттық. Есептерде электролиздің не екенін де білудің қажеті жоқ. Мысал ретінде былай дейді. Массасы 234 грамм натрий хлоридінің балқымасының электролизінде түсіретін металлдың массасын табу керек дейді. Енді қараңыздар. Бізде натрий хлориді металлымыз бұнда тек натрий. Электролиз дегенді оқығанда көп оқушылар мен білмеймін деп тастап кете береді. Жай ғана біз нені жаздық? Натрий хлориді ол 234, мынауымыз X1. Мынауымыз әрине натрий хлориді жаңылмасам 58-5, ал мынауымыз 23. Осы жерден X1-ді табатын болсақ, қазір мен калькулятормен тез есептейін, 234-ті көбейтем 23-ке, бөлем 58-де 5-ке. Сонда 92 шығады екен. 92. Сонда M-і 92. Бұл жағдайда балқыманың электролизіне, ерітіндінің электролизіне білудің қажеті жоқ. Тағы бір есеп шығарып көрейік. Массасы 80 грамм мыс 2 сульфаттың ерітіндісін электролиздегенде катодта түзілген металдың массасы мен анодта бөлінген газдың көлемі дейді. Сонымен мыс сульфаты берілген. Мыс сульфаты әрине катодта мыс түзіледі. Өйткені металлымыз ғана. Мынауымыз 80, мынауымыз X1. Мынауымыз әрине малярлық масса 160, мынауымыз 64. Осы жерден X1 тапсақ, әрине бізде шығады 32. Енді 32 деген жауап бірнеше екен. Енді купрум SO4 стрелка не арқылы есептейміз? Оттегі, анодта түзілетін оттегі ғой. Енді қараңыздар, мыс бізде эквивалентті. Ал оттегі 2-ні 2-ні 2 көйтсек 4 шығады. Сондықтан да мыс сульфатының алдына неше қойымыз керек? 2 қойымыз керек. Өйткені валенттілік теңесу үшін. Бұл жағдайда өздеріңіз көріп отырғанда электролиз теңдеуінде жазып жатудың қажеті жоқ. Мында 80, мында X2. Мында 22-де 4, мында 2 көбейту 160. 160 тағы да қайталап айтамын, бұл мыс сульфатының малярлық массасы. Сонда 80-ді көбейтем 22-де 4-ке, бөлемін 320-ға. Сонда 5-те 6 шығады екен. 5-те 6. Сонда 5-те 6 және 32 деген жауапты таңдаймыз. Өкінішке орай ондай жауап жоқ екен. Мынау тест қате. Скорее всего, мынауымыз 5-те 6 болуы қажет. Екеуін білем.
Сіздерге түсінікті деген ойдамын. Әрі қарай кеттік. Келесі сұрақ. Бізде мектеп кітабының есептері, бұл жерде бұл лайфхакты мектеп кітабының есептерінде де қолдануға бола ма деген сұраққа жауап беру үшін мен мектеп кітаптарының есептерінде салып қойдым. Былай дейді: натрий хлориді ерітіндісінің электролиз дегенде анодта көлемі 2,24 литр хлор бөлініп шықты дейді. Түзілген натрий гидроксидінің массасы дейді. Сонымен анодта бізде хлор 2 бөлініпте, ал катодта бізде натрий гидроксидін тап дейді. Хлор, өздерің жақсы білесіңдер, бір валентті. Бірді екіге көйтсеңдер, сонда хлорымыз жалпы 2 шығады. Ал натрий немесе гидроксидті алсаңыздар да айырмашылық жоқ. Екеуі де бір валентті, иә. Бұдан да екеу болу үшін алдына неше қоямыз? 2 қоямыз. Түсінікті деген ойдамын. Әрі қарай кеттік. Мынауымыз сонда 2-де 24, мынауымыз x1. Мынауымыз 22-де 4, мында 2 көбейту не болады? 40 болады. 40 натрий гидроксидінің молярлық массасы. Сонда x1 тапсаңыздар, әрине 8 грамм шығады. Жауапқа толық сәйкес келеді. Сонда, құрметті оқушылар, өздеріңіз көріп отырғандай, электролиз тақырыбы атауы қорқынышты көрінгенімен, есептің шығарылуы өте оңай. Мыс сульфатының ерітіндісінің электролиз дегенде анодта көлемі 672 литр оттек түзілді дейді. Катодта түзілген мыс. Бізде оттек түзіліп тұр, мысты тап дейді. Мыс 2 валент екенін айтып тұрмын да, ал оттек 2, 2-ні 2-ге өтсеңіздер қанша шығады? 4 шығады. Сондықтан да теңестіру үшін мыстың алдына 2 қоямыз. Мынауымыз 672, мынауымыз x1. Мынауымыз 22-де 4, мынауымыз 2 көбейту 64. Осы жерден x1 таба саламыз. 672 көбейту 2 көбейту 64 бөлу 22-де 4. Сонда 38-де 4. Жауабына сәйкес келеді. Құрметті оқушылар, сіздерге электролиз тақырыбына байланысты есептер шығару, катодта, анодта түсіретін өнімдерді лайфхакпен табу түсінікті деген ойдамын. Егер де осы бейнебаян 20 лайк жинайтын болса, химиядан лайфхактар сабағын әрі қарай түсіріп, сіздер комментарийға жазған тақырыпты осылай лайфхакпен түсіндіріп беруге тырысатын боламын. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.